Қайырлы күн достар. Бүгін қолдан етті турап орама нан дайындаймыз. Оған құйрық май немесе өркеш май қосуға болады. Және құрамына жуа, асқабақ және мен 2 штук картошка қостым бүгін. Қара бұрыш және тұз қосылады. Барлығын кубиктап турап, жақсылап бір-бірімен араластырамыз. Үстіне кішкене ғана сұйық май құйып жіберіп, жақсылап араластырамыз. Ол уақытта қамырды илеп аламыз. Қамырға 1-3 штук жұмыртқа қосып илесеңіздер, жақсы болады. Өте жұмсақ, жұмыс жасауға ыңғайлы, керемет етіп қамырды илеп аламыз. Ол қамырды иінін қанғанша начинкасын дайындай береміз. Енді мен бұл ораманы 2 адамға порция жасап жатырмын. Сол үшін маған 2 шағын ғана немесе 3 шайым жарайды. Яғни қамырды жақсылап жұқалап жаямыз, жыртып алмай. Қамырдың бетіне сұйық май жағып, начинкасын салып, толық бетіне начинканы жұқалап саламыз. Аккуратно қамырды ораймыз. Бұл жерде мантоварканың бетін и астында майлап жіберген жақсы. Себебі астында тұрған листінің қамырының беті жабысып қалмау үшін листіні міндетті түрде астын майлаңыздар. Дәл видеодағыдай етіп орналастырамыз начинкасын. Мантоваркаға салып дайындаймыз. Менде осы начинкамен 2 ғана листі орама шықты. Суды қоямыз, газға қайната береміз. Ол уақытқа дейін подливтің заттарын дайындап, подлив жасаймын. Ол үшін оливковый масломен қуырамын, морковь, перец, жуа, бұрыш, тұз. Яғни морковьті теркіден өткіземіз. Сөйтіп газға мантоваркамызды қоямыз. Екінші көзіне подливті қуыруға бастаймыз. Морковьті жақсылап қуырамыз. Тұзын бұрышын салып, жақсылап араластырып, бетіне жуа менен перецті саламыз. Ораманан подливпен өте дәмді болады. Сол үшін міндетті түрде подливмен дайындаңыздар. Менің парақшам ұнап жатса, сіздерге тіркеліп, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Әзірге орама нанымыз 50 минут, 60 минут, яғни 1 сағатқа дейін піседі. Ол уақытта подливті дайындап, әбден қуырып алып, бетіне 1 стакан су құйып бұқтырып қоямыз.
астын өте баяу отқа қойып қоямыз. Міне орама нанды тарелкеге түсіріп алған кезде арасы осылай болады, өте сочный, қамыр жұмсақ, подливымен өте тартымды, дәмді болады. Ас болсын, жасап көріңіздер.